түсінбей бастайын ба? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз номер 33-ші мектеп лицейдің педагог зерттеуші мамандары жоспарланған вебинар өткізуді қолға алды. Яғни бұл вебинарды өткізіп жатырған себебіміз аттестациядан өтетін және растайтын педагогтар өздерінің жазып шыққан авторлық бағдарламаларын таныстыру және ұсыну барысында болмақ. Яғни вебинардың тақырыбы мұғалімнің кәсіби біліктілігі мен шеберлігін шыңдау деп аталады. Ал вебинардың мақсаты бұл орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде педагогтардың іс тәжірибесін тарату арқылы оқушылардың білім сапасын көтеруге ықпал ету, яғни мектеп лицейдің білім беру процесін әлемдік трендтерге сәйкестендіру арқылы білім алушылардың бойында 21 ғасыр дағдылары мен құзыреттілігін дамытатын білім беру ортасын құрудың шарттарын белгілеу деп аталады. Яғни біздің өзіміздің мектепшілік 2023-28 жылға арналған даму бағдарламасы бар. Сол даму бағдарламасы аясындағы біз миссиямызға сай осы вебинардың да жүзеге жалпы авторлық бағдарламаны, яғни мұғалімдердің кәсіби біліктілігін кеңейту мақсатында өткізіп жатырмыз. Қолға алдық десек те болады. Әрі қарай ең соңғы бетті берсеңіз, Қанат ағай. Ең соңғы бет. Яғни мектебімізбен біз таныстырып өтетін болсақ, жалпы қазір біздің мемлекеттік мекеменің мемлекеттік тілдегі толық атауы бұл Алматы қаласы білім басқармасының 33-ші мектеп лицей коммуналдық мемлекеттік мекемесі деп аталады. Пайдалануға берілген жылы 1938 жыл, жалпы аумағы 4380,7 шаршы метрді құрайды, жобаланған сыйымдылығы 610 оқушы сыяды. Енді бүгінгі күні мектепте 657 оқушы оқиды, 64 мұғалім жұмыс жасайды, ал 10 мұғалім бала күтімімен, яғни 11 мұғалім, кешіріңіздер, бала күтімімен отыр. Енді педагогтардың біліктілік құрамы: педагог мастер 1 бізде, педагог зерттеуші 22, педагог сарапшы 10, педагог модератор 18. Дәл қазіргі кезде. Енді авторлық бағдарлама жалпы барлығы 46, оның ішінде эксперт МОНға, яғни министрлікте эксперттердің құрамында жүрген 1, оны білесіздер, Абуова Айжан апайымыз, ал магистр педагогтар 23 екен барлығы. Енді тағы да мектебіміздің жалпы аумағына келетін болсақ, қай кезде біз қандай қаулы негізінде біздің мектеп құрылды дейтін болсақ, Алматы қаласы әкімдігінің 2011 жылғы 19 тамыздағы номер 550-ші қаулысы негізінде Алматы қаласы білім басқармасының номер 33-ші жалпы білім беретін мектеп мемлекеттік мекемесінің атауы өзгерді, яғни Алматы қаласы білім басқармасының 33-ші мектеп лицей коммуналдық мемлекеттік мекемесі болып өзгертілген тұғын. Яғни осы бойынша кішкене тарихқа үңілдім вебинар барысында, өйткені бұны барлық республика көріп отыр. Сондықтан да бұл айтылу керек, яғни маңызды деп есептеледі. Екінші бетте бара беріңіз. Енді вебинарымызға қайталап келетін болсақ, мен бағана сіздерге айтып шықтым ғой, біздің 2023 және 2028 жылдар аралығындағы біздің даму бағдарламамыздың миссиясы біздің мақсатымызды құрайды, жаңа өздеріңіз көргенде. Енді мына жерде сол миссияны қайталайтын болсақ, білім алушылардың бойында 21 ғасыр дағдыларын дамытуға және бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыруға ықпал ететін заманауи білім беру ортасын құру деп. Ол үшін біздің мұғалімдер қандай болу керек? Кәсіби шыңдалған, тәжірибелі, заманауи трендтерді меңгерген ұстаз болу керек. Ол үшін әр мұғалім өзінің тәжірибесімен бөлісіп, трендтерді зерттеу керек деп есептедік.
Сондықтан біз басымдықтарды мына жерде біз көрсетіп бердік сіздерге. Бірінші басымдықта мысалға білім алушылардың қауіпсіз өмір сүру жағдайын қамтамасыз ету, инфрақұрылымды жетілдіру болатын болса, екінші басымдықта педагогтардың кәсіби әлеуетін арттыруға негізделген үдерістер. Яғни бұл жерде біршама курстар жатады, иә? Әртүрлі семинар, вебинар дегендей. Енді жаңа буын, үшінші басымдық, жаңа буын ұрпақты тәрбиелеу деп аталады. Төртінші басымдық, білім беру мазмұнын жетілдіру және білім берудің оқушы үшін құндылығын қамтамасыз ету дейді. Бесінші басымдық, білім беру сапасын жүйелі деңгейде қамтамасыз ету үшін мониторинг, ұжымды басқарудың инновациялық әдістерін қолдану деп аталады. Енді осы жерде біз біздің миссиямыздағы екінші басымдықты басшылыққа алдық біз. Яғни педагогтардың кәсіби әлеуетін арттыруға негізделген үдерістер. Екінші басымдық, яғни вебинар, семинар, авторлық бағдарламалар, және әртүрлі іс-шаралар, иә, осының ішіндегі бүгінгі екінші басымдыққа толығынан тоқталатын боламыз. Үшінші бет аша беріңіз ағай. Енді мен дәл қазір сіздерге вебинар барысындағы баяндама оқитын ұстаздармен, яғни педагог зерттеуші ұстаздармен таныстырып шыққым келіп тұр. Мына жерде өздеріңіздің алдарыңызда көрсетілгенде бірінші баяндаманы мен мәтінмен жұмыс, оқу сауаттылығын арттыру, яғни бастауыш сынып мұғалімі Есмаханова Нағима Амантаевнаның таныстыруына берсем, екіншісін әскери қолданбалы спорт және тактикалық ойындар, дене шынықтыру және алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі Алиев Нұрлан Еркеновичке, үшіншісі тәуелсіз жылдардағы әдебиет, қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі Бердібай Фатима Өмірбекқызына, және төртіншісі географиялық есептер, география пәнінің мұғалімі Тұңғышбаева Сандуғаш Олбековнаға, ал бесінші, кешіріңіздер, орыс тіл пәнінің мұғалімі Серікбаева Гүлмира Қайтбаевнаға, яғни тақырыбы учебно-исследовательская деятельность, обучающаяся на уроках русского языка дейді. Осы тақырыптарда әр мұғалім кемі 5-7 немесе 10 минутқа созылған баяндамаларын айтып түсіндіріп шықса, яғни авторлық бағдарламаларын, иә. Бұл жерде енді сіздерге бірнеше сұрақтар қоюларыңызға болады, әріптестер, қатысушы әріптестер. Яғни ең бірінші кезекте дәл қазір мәтінмен жұмыс, оқу сауаттылығын арттыру, бастауыш сынып мұғалімі Нағима Амантаевнаға сөз кезегін берсек. Ағай. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі тәжірибе бөлісуге арналған вебинарға қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Есмаханова Нағима Амантаевна, Алматы қаласы номері 33 мектеп лицейінің бастауыш сынып мұғалімімін. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы мәтінмен жұмыс, оқу сауаттылығын арттыру. Яғни бұл авторлық бағдарламамның мақсаты оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту. Апай, бір минут тоқтай тұрыңыз, кішкене кешіріңіз. Қазір мына жерде сізге демонстрация жасап алсын. И вот күтчемен компот ішеді. Или алғым істейді. Насамчы. Правесін шол поставил подкаст. Правесін. Как почта жүрді, балар жүрді. Поставил подкаст, қайтқан. Нағима апай, өзіңіз демонстрация жасай аласыз ба? Жасайым, апай. Жасайым. Өзіңіз жасаңызшы онда, дәл қазір. Жақсы, мен басынан бастайын онда, иә? Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы мәтінмен жұмыс, оқу сауаттылығын арттыру. Енді осы бағдарламамның мақсаты оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту, мәтінді түсіну, талдау, мәтіннен негізгі ойды анықтау, маңызды ақпараттарды ажырату, жаңа сөздерді меңгеру және оларды дұрыс қолдану арқылы сөздік қорын байыту қабілеттерін қалыптастыру. Енді бағдарламамның міндеттері мәтінді түсініп оқу дағдыларын дамыту, сөздік қорын оқушылардың байыту, негізгі ақпаратты табуға үйрету, сын тұрғысынан
сын тұрғысынан ойлау дағдыларын жетілдіру, өз пікірін білдіру дағдыларын қалыптастыру және мәтінмен жұмыс істеу тәжірибесін оқушылардың арттыру болып табылады. Енді қазіргі заманға сәйкес бағдарламаның жаңашылдығы оқу сауаттылығын қалыптастыруға арналған интеграцияланған әдістемелерді қолдануында. Бұл бағдарлама оқушыларға мәтінмен жұмыс жасаудың жаңа тәсілдерін ұсынады. Атап айтқанда сын тұрғысынан ойлау, синонимдер мен антонимдер арқылы сөздік қорды байыту, тұрақты тіркестерді қолдану және мәтінді талдау бойынша инновациялық әдістер енгізілді. Сонымен қатар оқушыларға тек мәтін мазмұнын ғана емес, оның құрылымын, негізгі ойларын, тілдік ерекшеліктерін түсініп, оларды өз тәжірибесінде, яғни сабақта оқи отырып мәтінді қолдануға үйретеді. Келесі, осы жалпы менің бағдарламамның мазмұны, бағдарлама негізі 3 бөлімнен тұрады. Кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерден. Әр бөлімде мәтінді түсіну мен талдау қабілеттерін біртіндеп дамытуға арналған арнайы тақырыптар қамтылған. Мысалы, кіріспе бөлімінде қалай дамиды, негізгі бөлімінде қалай дамиды және соңғы қорытынды бөлімінде қалай дамиды, осы жөнінде айтқым келеді. Кіріспе бөлімінде оқушыларға мәтінмен танысу, оны дұрыс түсіну және мәтіннің жаңа құрылымымен жұмыс жасау дағдылары үйретіледі. Және осы бөлімнің негізгі тақырыптары мыналар болады. Мәтінді түсіну, яғни кіріспе бөлімінде негізгі ой мен қосымша ақпарат табу, сөздік жұмыс, жаңа сөздерді меңгеру, сөйлем құрылымы, мағынасы мен рөлі. Яғни, осы мәтін бойынша оқи отырып мәтіндегі негізгі ақпарат не туралы беріліп тұр. Яғни, сөздік жұмыс, бұл мәтінде кездескен жаңа сөздер, яғни сөз тіркестерін түсіне білу және мағынасы мен рөлін түсіну болып табылады. Ал енді негізгі бөлімге келетін болсақ, ол негізгі бөлімнің тақырыптары менде былай құрылады. Мәтінді талдау және талқылау негізгі бөлімге кіретін. Мәтіннің құрылымы, кейіпкерлерді сипаттау, мәтінде кездесетін. Сюжет пен оқиға, не туралы айтылып тұр, мәтіннен алынған қорытынды жасау, мәтіннің стилін анықтау және негізгі ақпараттарды сұрақтар арқылы табу болып табылады. Енді бұл негіз бөлімге жатты. Енді құнды бөлімнің негізгі тақырыптары алған болсақ, мәтінді қорытындылау, мәтіндегі ақпараттарды қайта өңдеу, яғни оқушылар өздері қорытындылай отырып, өз ойларын, пікірлерін кірістірсе болады. Оқырманның пікірімен бағалауы, мәтіннен алған істер мен тәжірибені талқылау нәтижені, сөздік қорды байытып, оқу сауаттылығын бекіту. Және осыған тағы да мен қоса айта кетер едім, сахналап рөлдеуді де, егерде оқушыларға тиімді болса. Мінекей, негізгі мен осы бағдарлама бойынша, яғни оқу сауаттылығын арттыру, мәтінмен жұмыста осындай негізгі мақсаты мен міндетін және осындай негізгі тақырыптарын алдым. Яғни мәтіннің 3 бөліктен құрылатын, кіріспеде қалай болады, негізгі бөлімінде қалай және қорытынды бөлімінде оқушылар қалай жасайды, оны және өмірлік осы мәтіндерді оқи отырып, тәжірибеде оны қалай қолданады, негізгі басты мақсат етіп осыны алынды. Осындай жұмыстарым. Негізі мен қысқаша ғана осылай өзімнің Жақсы, рахмет апай. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Микрофондарыңызды қосып, сұрақ қоя берсеңіздер апайға. Тездетейік, өйткені бізде уақыт тығыз. Сәлеметсіздер ме? Менің Нағима апайға сұрағым бар. Өзім номер 33 мектеп лицейінің бастауыш сынып мұғалімімін. Нағима апай, сізге сұрағым, осы бағдарлама бойынша күтілетін нәтижені айтсаңыз, қандай нәтиже күтуге болады? Осы мәтінмен жұмыс оқу сауаттылығын арттыруда жаңа мен айтып отырдым. Негізгі мақсат, міндет, күтілетін жаңашылдығы және осы мәтіннің неше бөлімнен тұратындығы, әр бөлімнің өзінің қандай атқаратын рөлі бар екен. Енді негізгі осы мәтіннен күтілетін
нәтиже, бағдарламадан күтілетін нәтиже, оқушылар мәтіндерді өз бетімен оқып, түсініп, негізгі ойды анықтай алатын болады. Нәтижесінде, және оқушылар жаңа сөздерді, мынау мәтінде кездесетін жаңа сөздерді, тұрақты сөз тіркестерін және синонимдерді меңгеріп, сөздік қорын байытатын болады. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі уақытта балалардың тілдік сөздік қорлары аз. Мінекей осы мәтінмен жұмыста, осы менің бағдарламамда сөздік қорын байытады деген нәтижені күтемін. Оқушылар өз ойларын анық және жүйелі жеткізуге, мәтінге қатысты өз пікірін білдіріп, оны дәлелдеуге машықтанады. Және бағдарлама соңында оқушылар мәтінді талдайды, оны қайта өңдеуді, оған да өзінің құқығы бар, және қорытынды жасау дағдыларын дамытады. Рахмет, ұстаздар. Нағима апай. Рахмет, Нағима апай. Микрофондарыңызды өшіріңіздерші. Егер де қоятын сұрақтарыңыз жоқ болса, тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Алаш ордасы. Ресейде. Бұл Ресейде болған қозғалыс. Уақытша үкімет. Ал Ленин қандай үкіметті басқарды? Кеңес үкіметін. Кеңес үкіметін басқарды. Ал Ленин басқарған кеңес үкіметі қандай кеңес деп аталынды? Халық комиссарлар кеңесі. Осы халық комиссарлар кеңесінің жетекшісі сода кім болды? Ленин болды. Ленин кімдерді жақтады? Сосын большевиктер партиясынан, сосын социализмді орнатты, социалистік қоғамдық құрылыс болды, сосын тағы да Қос үкіметі жүрді. біз микрофон қос. Кешірім сұраймыз, әріптестер. Бізде сабақта отырып, зумды қосып отырған, қатысып отырған ұстаздарымыз бар. Енді екінші кезекте баяндамашы әскери қолданбалы спорт және тактикалық ойындар деген тақырыпта алғашқы әскери дайындық және дене тәрбиесі пән мұғалімі Әлиев Нұрлан Меркеновичке сөз кезегін берсек. Әріптестер, тағы да кешірім сұраймыз, жаңа Ерлік ағайдың сабаққа кіріп кетуіне байланысты. Енді бізде барлығы да қазір білесіздер ғой, уақытта тапшы және сабақ арасында үлгеріп қалуға тырысып жатырмыз. Сондықтан үшінші слайдқа баяндамашыға сөз берсек, бұл тәуелсіз жылдардағы әдебиет пән мұғалімі, қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі Бердібай Фатима Өмірбекқызы. Бұл жерде енді бұл 9-10 сыныптарға арналған элективті курстың бағдарламасы тәуелсіз жылдардағы әдебиет. Өздеріңіз білесіздер, қазір көптеген оқушыларымызда, көптеген сыныптарда жалпы біз әдебиеттің бағдарламаның аясындағы ғана әдеби өкілдерменен, тұлғаларымен таныстырып жатамыз да, ал біз тәуелсіз жылдардағы, яғни біздің
тәуелсіздік алғаннан бері қарайғы жаңа буын деп айтсақ та болады, бірақ жаңа буын деп те айта алмаймыз, өйткені 30 жыл болып та қалды. Сол кездердегі әдебиет өкілдеріменен кейде оқушыларымыз таныс емес болып қалып жатады. Сондықтан да осындай бір тың тақырыпты алуға тырыстым. Сондықтан осы бағдарлама аясында біраз тұлғалармен оқушыларды таныстыруды өзіме жөн санадым. Яғни қолға алдым десем болады. Екінші келесі бет. Бұл жерде енді бағдарламаның өзектілігі дегенге енді мен жаңа сіздерге қысқа нұсқа айттым. Яғни кеңес одағы ыдырағаннан кейінгі тарихи оқиғаларды тереңірек зерттеуге, ұғынуға, түсінуге көмектеседі оқушыларға. Яғни біздің туған еліміздің жаңа мәдениеті, тарихы, немесе тіптен ұлттық құндылығымызға дейін барамыз, әдеби құндылықтарды, тұлғаларымызды тануға, солардың шығармасы арқылы барлық ұлттық құндылықтарды бойына сіңіруге, дамытуға мүмкіндік беретін бағдарлама деп есептедім өзім. Келесі бет. Әрі қарай мақсаты бұл мәдени көкжиекті қалыптастыру, оқушылардың мәдени көкжиектерін кеңейту және заманауи қоғамдық процестерді жақсы түсінуге көмектесу үшін Қазақстанның тәуелсіздік кезеңінде жасалған әдеби шығармалардың алуан түрлілігіменен таныстыру болып табылады. Келесі кестесі. Міндеттері енді мына жерде өздеріңіз көріп тұрсыздар. Әдеби шығармаларды зерттеу мектеп оқушыларының назарын осы уақыттың әдеби шығармашылығының кең спектрін ұсыну үшін тәуелсіздік кезеңінде жазылған қазақстандық авторлардың шығармаларына аудару. Мына жерде бірнеше пункттан тұрады, енді оның барлығында оқымай-ақ қояйын. Келесі бет. Енді бұдан қандай нәтиже күтіледі дегенде, бұл енді жалпы 50-60 беттен тұратын бағдарлама. Күтілетін нәтиже өте көп. Өте көп десем болады, бірақ соның ішінде бір-екеуін ғана сіздерге айтып кетуге тырысайын. Жалпы тәуелсіз жылдардағы әдебиет оқу бағдарламасының өзектілігі білім беру жүйесі алдында тұрған білім берудің заманауи талаптары мен сын тегеуріндер контекстінде жоғары болып саналады. Бірінші, қазіргі таңда оқушылардың кітап оқу іс-әрекетін дамытуға мүмкіндік береді. Тәжірибелік эксперименттер жасауға мүмкіндік береді, яғни тәуелсіз жылдардағы әдебиеттерді және талдауға мүмкіндік береді, қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді, ұлттық құндылықтар мен кітап оқуға құштарлықты дамытады, және ақпараттарды саналы түрде қабылдауға және талдауға ықпал ететін құзыреттіліктерді қалыптастыруға ықпал етеді деп ойладым. Жалпы менің мақсатым бұл тәуелсіз жылдардағы әдебиет, жаңа өздеріңізге басында айтып кеттім. Бұл көптеген, мысалға біз 70-ші, 80-ші, 60-ші жылдардағы әдебиет өкілдерімен дәл қазіргі кезге дейін оқушыларға айтып жатсақ, барлығы біліп отырады. Ал дәл қазірдегі, мысалға, Қалқаман Сарин, кім еді жаңағы тағы да, көптеген, қазір атайтын болсам, Рамазан Тоқтаров, тағы да бұл жерге мен барлығында кіргізуге тырыстым. Дәулеткерей Кәбілов, кәдімгі айтыскер ақын, Алмас Темірбай, Ақберен Елгезек, Ұларбек Дәлей сынды біздің қазіргі біздің студент кезіміздегі жас буын, дәл қазіргі орта буын, аға буынға да келіп қалып десек болады. Осы тұлғалардың шығармаларын біздің оқушыларымыз кейде біліп те білмей де жатады, ол ащы шындық десек те болады. Сондықтан да мен осы тәуелсіз жылдардағы әдебиетті қолға алуға тырыстым десем болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса айтсаңыздар болады, қойсаңыздар болады. Келесі онда баяндамашыға сөз берейік. Бұл
Географиялық есептер Тұңғышбаева Сандуғаш Оғылбеківна, география пәні мұғалімі. Сөз кезегі өзіңізде. Сандуғаш апай, тездетейік, уақытты ұтайық. Сандуғаш апай, тездетейік. Сандуғаш апай, микрофонды қоссаңыз, дауыс естілмей тұр. Сәлеметсіздер ма тағы да? Менің алып отырған бағдарламам тақырыбы негізі географиялық есептер. Бұрынғы 6 сыныптағы жалпы азимут болсын, масштаб болсын, географиялық есептер жинағын кішкене күрделірек түрде, саяхат түрінде, схемалық көрініс түрінде әртүрлі азимуттық бағыттардың бойымен қозғалыс арқылы есептер шығаруды ұсынып отырмын. Жалпы бұл географиялық есептер базалық бағдарлама 16 бөлімнен тұрады. Әрбір бөлімінің өзінде бір бөлімі масштабқа арналса, бір бөлімі азимутқа арналса, екінші бөлімі жер бедерімен, ол жердегі төбелермен биіктік белдеулікке де арналса, ары қарай кете береді жүйелі түрде. Яғни жердің пішіні мен көлемі туралы, масштаб туралы, координата туралы міндетті түрде осы координата көп жерлерде номенклатура ескерілмей қалады. Сол жағдайды ескере отырып, жергілікті және стандарттық уақыт, Гринвич уақытын, меридиан уақыттарының халықаралық есептеу барысында алдым бұл тақырыптың ішіне, және тереңдікке қарай қозғалу барысындағы температураның өзгеруі, оның жер бетіндегі тереңдігіне байланысты қандай да болмасын физикалық жағдайдағы абсолют салыстырмалы горизонтальды да осы бағдарлама барысына кіріктірдім. Бұл жерде атмосфера да кіреді, дүниежүзілік мұхитта кіреді, құрлық суы да кіреді. Құрлық суларының өзіне бір емес бірнеше сағатты арнадым және биосфераны да енгіздім. Жалпы бағдарламаның мақсаты география пәнін оқуға деген қызығушылықты арттырып қана қоймай, пән бойынша білімін кеңейтіп, тереңдетіп, оқушыны әртүрлі деңгейдегі олимпиада мен олимпиадалардағы әртүрлі мақсаттағы сапалы жұмыстарға дайындау. Жалпы бұл бағдарламадағы ең басты жаңалығым жаңартылған білім беру аясындағы жаратылыстану ғылыми сауаттылықты географиялық есептер шығару арқылы жетілдіруді көздеп отырмын. Бұл бағдарламада оқушының дүниетанымдығын кеңейту, ақыл ойын дамуға мүмкіндік береді. Бағдарламаның міндеті пәндік құзыреттілікті арттырып қана емес, жалпы картамен жұмыс, жалпы практикалық жұмыс, дерек көздерді пайдаланып қана емес, сол барысын практика жүзінде мүмкіндігінше оқушының қолдануына ұсынып, оны түсінік қалыптастыруға көздедім. Осы жұмыстар ұсынылып отырған жұмыстарым географиялық есептерге барысында. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сандуғаш апайға сұрақтарыңыз бар ма? Бар ма сұрақтарыңыз, қоя беріңіздер. Құрметті әріптестер, Сандуғаш апайға сұрақтарыңыз жоқ па? Онда келесі баяндамашыға сөз бере берсек. Гүлмира Гатбаевна, орыс тілі әдебиет пәнінің мұғалімі. Сізге сөз. Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте, коллеги. Я учитель русского языка и литературы в школе-лицее номер 33 Медеевского района города Алматы. Тема моего проекта – учебно-исследовательская деятельность обучающихся на уроках русского языка и литературы. 9 класс. Значит, цели и задачи проекта, основные результаты определены, исходя из целей образовательных программ по русскому языку и литературе. Целью проекта является создание условий для практического применения исследовательской технологии на уроках русского языка, литературы и во внеурочной деятельности, как средство повышения мотивационных интересов обучающихся. Далее у нас задачи проекта. Касательно задачи проекта, первое – изучить
методическую, методологическую литературу по теме проекта. Следующее. Разработать авторский модуль применения форм и методов исследовательской технологии на уроках русского языка и литературы для формирования ключевых компетенций повышения мотивации обучающихся к учению. Третье. Разработать сценарий уроков русского языка и литературы с применением методов исследования. Следующее. Создать творческую группу обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью, и разработать индивидуальные образовательные маршруты для данных учеников. Пятое. Обобщить результаты исследовательской работы и провести мониторинг результатов реализации проекта. Следующие у нас ожидаемые результаты в данном проекте. Таким образом, в результате изучения материала будет реализована подготовка учащихся 9 класса к прохождению государственной итоговой аттестации. В ходе занятий формируются навыки, такие как работать с заданиями, внимательно читать формулировку заданий и понимать ее смысл, выполнять различные типы заданий, применять алгоритм выполнения различных. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Аты жөнім Әлиев Нұрлан Меркенұлы. Алғашқы әскери дайындық және Женишин группаның мұғалімімін. Яғни бүгінгі вебинарда өтетініміз әскери қолданбалы спорт және тактикалық ойындар деген тақырыпта өтетін боламыз. Яғни бұл вебинарымыздың мақсаты әскери қолданбалы спорт және техникалық ойындарды білім беру процесіне енгізу арқылы оқушылардың дене дайындығын жетілдіру, әскери машықтарын дамыту, төзімділік пен ұжымдық әрекетке бейімдеу, мұғалімдер мен жаттықтырушыларға осы бағытта тиімді оқыту әдістерін ұсыну. Яғни міндеттері бізде 6 міндеті бар. Ол міндеттерін атап өтетін болсақ, ең бірінші әскери қолданбалы спорт пен техникалық ойындардың теориялық негіздерін қарастыру. Екінші міндеті оқушылардың физикалық және психологиялық дайындық деңгейін арттыруға бағытталған жаттығуларды жүйелеу. Үшінші міндеті техникалық ойындар мен әскери спорттық жарыстарды ұйымдастырудың әдістемесін ұсыну. Төртінші міндеті оқу процесінде әскери қолданбалы спорт элементтерін қолданудың тиімділігін зерттеу. Бесінші міндеті мұғалімдер мен жаттықтырушыларға тәжірибелік нұсқаулық беру. Алтыншы міндеті бізде оқушылардың көз басшылық және командалық дағдыларын дамытуға бағытталған әдістерді ұсыну. Бізде осындай 6 міндеті бар. Енді бізде әскери қолданбалы спорттың маңызы, яғни әскери қолданбалы спорт түрлерінің оқушыларды физикалық және психологиялық дайындығының әсері бар. Яғни бұл әсері бізде оқушылардың дене дайындығын жетілдіруге және психологиялық тұрақтылығын арттыруға және де әскери машықтарын дамытуға бағытталған кешенді спорт түрлерінің жиынтығы деп айтсақ та болады. Бұл спорт түрлері физикалық шыдамдылықты, күш қуатты, ептілікті, жылдамдықты және төтенше жағдайларда дұрыс шешім қабылдау қабілетін дамытады. Оқушылар үшін әскери қолданбалы спорттың маңызы зор. Өйткені ол жасөспірімдердің денсаулығын нығайтып, олардың әскери және азаматтық қорғаныс саласындағы даярлығын жетілдіруге көмектеседі. Бүгінгі менің қорғайтын тақырыбым осы. Сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер болады.